Бүгінгі сабағымыздың грамматикалық тақырыбы дефис пен сызықша таңбалары, олардың айырмашылықтары. Дефис орфографиялық, сызықша пунктуациялық таңба болып табылады. Дефис шартты түрде сызықшадан қысқа болады. Дефис келген жерде кідіріс жасалмайды. Сызықша сөйлемнің мазмұнына әсер ететін болса, дефис сөйлемнің мазмұнына әсер етпейді. Қандай сөздерде дефисті қолданып жазады екенбіз? Қосарлама және қайталама сөздер қосарланып келген кезде дефис арқылы жазылады. Мысалы, ата-ана, қайта-қайта, мамандыққа байланысты, атақ дәрежеге байланысты сөздерде дефис арқылы жазылады. Мысалы, вице-министр. Қосарлама айқындауыштардың арасына да дефис қойып жазамыз. Мысалы, мектеп-интернат. Егер реттік сан есімдер цифрмен беріліп тұратын болса, оларда дефис арқылы жазылады. Мысалы, 6-шы сынып, 58-ші үй, 11-ші ықшам аудан. Сонымен қатар ақ, ай, ау, д, т, мыс, міс шылаулары да дефис арқылы жазылады. Мысалы, айтыпты мыс, болыпты мыс, баламай, айтқанды дегендегі мыс, д, ай дефис арқылы жазылады. Күшейтпелі шырай күшейткіш буын арқылы жасалып тұрған кезде де дефис қолданылады. Мысалы, сап-сары, қып-қызыл, жап-жасыл барлығының арасында да күшейткіш буыннан кейін дефис қойылып жазылады. Қандай жағдайда біз дефисті қолданбайды екенбіз? Рим цифрларымен берілген сөздерде дефис қолданылмайды. Мысалы, 3-ші том, 4-ші курс. Сонымен қатар жыл, ай, ғасыр, күндердің барлығы егерде берілген сандар араб цифрымен беріліп тұратын болса, дефиссіз жазылады. Мысалы, 1-ші қыркүйек, 2020 жыл, 21-ші ғасыр. Бұл сөздерде біз дефисті қолданбаймыз. Сонымен бүгінгі дефис пен сызықшаға байланысты сабағымыз аяқталды. Келесі жүздескенше.